Бүгін бізде морфология деген сала, соның ішінде үстел деген тақырыпқа көшеміз. Біздің тақырып сондай. Енді одан бұрын, оған кірмес бұрын сіздерге сұрақ. Осы күнге дейін өткен тақырыптар негізінде сұрақ бар ма қойылатын? Мен мына нәрсені түсінбей қалдым, немесе мынандай талдау жасай алмай жатырмын. Мына нәрсе маған түсініксіз дейтін дүниелер бар ма? Қыздар, қазақ тілінен не істеп жатырмыз? Кімде қандай мәселе бар? Кім нені түсінбей жатыр? Апай, мен бар емес па? Так. Аха. Анау ашық рай мен бұйрық райды дұрыс түсінбей қалдым. Өйткені бізде қазір мен мектепте едім, мектепте жүріп үйреніп жүрмін, а то үлгермей қаламын сабақтарға. Жақсы. Ашық рай мен бұйрық рай. Қандай айырмашылығы бар дейсіз ғой. Енді қараңыз, біз шақты өттік. Есіңізде болса, арайлым 3 шақты өттік, е? 3 шақтың жасалу жолына тоқталған болатынбыз. Енді қараңыз, бізде бұйрық деген ол сен істе, сен мына нәрсені жаса деп айтылады, е? Ол қай жақта тұр? Бізде кез келген неде бұйрық берген кезде көбіне сен деп оған тікелей бағытталады. Ал бізде жалғау ретінде, жіктік жалғауда біз жіктеген кезде немесе тәуелдеген кезде 3 шақты қолданамыз. Енді бұл жерде сіз деп сыпайы түрін алмаған кезде біз мен, сен, ол деген 3 шақты қолданамыз, е? Осы 3 жақ түрінде біреулерге айтамыз: сен мұғалімсің, сенің қазір сабағың, менің сабағым, оның сабағы деп. Яғни 3 адам деп елестетіңіздер, е? Мен деген ол мен, сіз маған қарама-қарсы тұрсыз дейік, ол сіз боласыз. Одан кейін сен деген 3-ші адам тұрады. Мына үшеуі. Енді қараңыз, мен, е? Мынау мен. Одан кейін мына жерде сіз барсыз. Неге мынау басылып кетті? Мына жерде сіз барсыз. Мына жерде ол 3-ші адам бар. Енді былай есептей салыңыз. Мен деген, мысалы, әрбір адам өзін ойласын. Мен деген, мысалы, Ақниет, мысалы, Арайлым өзіңізді ойласаңыз болады. Енді сен деп бір жаныңызда тұрған бір құрбыңызды алыңыз. Ол кім болсын? Ол, мысалы, сен деген ол Назерке болсын. Е? Немесе Арайлым сіздің өзіңізді алайық. Ал 3-ші адам болады ол деген. Оған Назерке деген есімді ала салайық. Енді қараңыздар. Мен бүйтіп айтамын, е? Сен бар деп айтамын. Сен бар деп. Екінші жақта қараңыз, бұйырып тұрмын. Сен оқы, сен істе, сен жаса дейді. Көрдіңіздер, е? Бұйыру. Енді мен болсы бар, оқы, істе, жаса дегенді мен бар, мен оқы, мен істе, мен жаса деп айта аламын ба? Айта алмаймын, е? Немесе ол бар, ол оқы, ол істе, ол жаса. Негізінен бұйыру көбіне сіз бұйрық бергенде сіздің қарама-қарсыңызда тұрған адамға бұйырасыз ғой, е? Бұйырасыз. Көбіне сіздің алдыңызда тұрған, мысалы, сіз мектептің директорысыз, сіз мұғалімге бір бұйрық жасайсыз. Ол бұйыру деген, ей деп барып бұйрық жасау емес, жай ғана сен мына нәрсені жаса, немесе сіз мына нәрсені жасаңыз деген секілді бұйрықтар. Енді бұйрық тек қарама-қарсы адамға ғана берілмейді, сонымен қатар сол бұйрық деген нәрсені сіз өзіңізден де өткізесіз. Яғни сен бар деп сіз біреуге айтып тұрсыз ба, сосын ол барсын деп 3-ші адамды айтасыз. Мен барайын деп өзіңізді айтасыз. Сонда бізде көп оқушыда қалыптасып қалған бар, оқы, жаз, істе, жүр, отыр, тұр дегеннің барлығын алады да, бітті, тек осылай бұйыру ғана бұйрық рай деп. Ол тек екінші жақты қамтитын ғана бұйыру. Сонымен қатар ол жерде өзіңіз боласыз және 3-ші адам болады. Оларға да не істейді? Бұйрық беріледі. Сіз оларға мен бар, мен оқы, мен істе, мен отыр деп өзіңізге өзіңіз олай. Мен отырайын десеңіз болады. Мен оқиын, мен істейін, мен барайын. Міне, бұйырудың бірінші және 3-ші жағы осы екінші жақтың негізінде туындайды. Жай ғана мына нәрсе ғой, бұйрық рай десе, мынау бұйыру екінші жақта тұр ма, соны жіктей саласыз. Бірінші және 3-ші жаққа қоя саласыз, болды. Көпше түріде дәл солай. Ал сіз айтқан ашық рай, ол 3 түрлі шақтың жасалуымен жасалады. Мысалы, нақ осы шақ, ауыспалы осы шақ, одан кейін өткен шақ, бізде бұрынғы өткен шақ, жедел өткен шақ, одан кейін ауыспалы өткен шақ,
келер шақ, мақсатты келер шақ. Міне осылар қалай жасалады, қайсысы қандай есімшемен жасалады, қайсысы қандай немен жасалады, жаңағы жұрнақпен жасалады, соның барлығы бізде ашық райға жатады. Яғни сіз ол жерде не іздейсіз? Рай деген кезде бірінші қалау райды іздейсіз, ГГК, немесе ғай, ге, қайкей, немесе са, игі, еді дегенді. Немесе шартты іздейсіз, ол барса мен барамын, барса, оқыса, жүрсе, тұрса, ол көзбен көрсе деген секілді. Одан кейін бұйрық райды іздейсіз, сен бар, мен барайын, ол барсын. Немесе сендер барыңдар, біз барайық, олар барсын деп. Яғни сіз не істейсіз? Жүктейсіз анау бар деп тұрған бұйрық райдағы сөзді үш жаққа жүктейсіз, жекеше көпше түрде. Оның барлығы бұйрық болып саналады. Бітті, осы үшеуі болмаған жағдайда ғана барып, ол ашық рай болып қала береді. Міне бітті. Тек қана сізге маңызды нәрсе осы үшеуінің айырмашылығын түсініп ажырата алу, қалғанның барлығын ашық райға жатқыза бересіз. Күн жауады, мысалы. Күн жауады, күн әлі жауған жоқ, жауады деп тұр. Бұл бізде не? Бұл келер шақ, ауыспалы келер шаққа жатады. Немесе күн жауды деп айтамыз. Бұл бізде ауыспалы осы шақ. Жауды, күн жауды. Яғни жаңбырдың жауғанын көрсетіп тұр. Немесе бұрынғы күн жауған десеңіз, ол бізде не? Бұрынғы жедел өткен шақ деген секілді. Осылай біртіндеп алатын болсаңыздар, түсінікті болады. Тек бұл жердегі маңызды нәрсе бар. Шартты райды, қалау райды, бұйрық райды ажырата алу. Қалғанның барлығын ашық райға кіргізе бересіздер, бітті. Түсінікті болды ма? Кімде қандай сұрақ бар? Иә, түсінікті апай. Бүгін істеу дедіңіз ғой, иә? Иә, бүгін бізде істеу. Жарайды. Істеуге дейін, кімде қандай сұрақ бар? Кеттік. Апай, сосын осы мен барайыншы деген бар ғой, сол ашық рай болады ғой, е? Мен барайыншы, ол өтіну ғой. Ал шақта жасалу жол бар ма? Мен барайыншы. Жоқ. Үш шақтың жасалу жолында інші деген дүние бар ма? Жоқ қой. Ол да бұйрық түрінде қалады, қыздар. Өтініш мәніндегі бұйыру деп есептеледі, ол бұйрық райда қала береді, бітті. Өйткені ол барайын дегеннен шығып тұр да. Сен бар, ол барсын, мен барайын дегеннен шығып тұр, тек қана қосылып тұрған өтініш мәніндегі шы деген жұрнақ қана. Ол бәрібір бұйрық райда қала береді. Өйткені жасалу жолы бұйрық рай, барайын. Ал егер сен баршы десеңіз де болады, ол барсын десеңіз де болады. Бұл тек қана не? Ол барсыншы десеңіз де болады. Бұл тек қана бұйрық райға жата береді. Ол жердегі маңызды нәрсе шы деген тек өтініш. Яғни бұйрықтың ішінде кішкене ғана ілтипат білдіру ғой, мысалы. Ол бар, сен бар демейді, сен баршы деп кішкене өтініш бар да. Бірақ ол сонда да бұйыру түріне қала береді. Түсінікті ма? Иә, түсінікті. Тағы кімде қандай сұрақ бар? Кімде қандай сұрақ бар? Фонетикадан бастап, айырмашылығы жоқ. Мен мына нәрсені түсінбедім. Мына нәрсені түсіндіріңізші дейтіндей сұрақтар бар ма? Жақсы. Сұрақ жоқ секілді. Менде бар. Аха. Ана орынбасар сөздерді есімдік дейтін бе еді? Орынбасар сөздер есімдікте. Мен соны ол есімдік деген басқа сөз таптарының орны қолданылады. Аха. Соны орынбасар сөз табы деп атаймыз. Есімдікті. Сан есімнің орнына қолданып сіздерге мысалын көрсеткен. Сосын айттым, ОБТ-ға барған кезде біздің бір оқушы өстіпті. Орынбасар сөз табын, апай біз ондай сөз табын өткен жоқпыз ғой, біз 9 түрлі сөз табын өттік қой деп келген дедім мен сіздерге. Есімдікті айттым, зат есім, сын есім және сан есімнің орнына жүреді деп. Оған мысалда келтірдім. Мысалы, Айман мектепке барады деген сөйлемді алайық, Айман деген бізде зат есім, Міне осы Айман дегеннің орнына біз ол деген жүктеу есімдігін қолдана аламыз. Ол мектепке барады деп. Осы ғой.
айман деген зат есімді біз ол деген есімдікпен ауыстыра алдық. Яғни есімдік зат есім, сын есім, сан есімнің орнына қолданылады. Міндетті түрде ауыстыру міндет емес. Яғни кейбір қажеттілік жағдайларда ол сол сөз таптарының орнын баса алады. Сол себепті де ол орынбасар сөз табы деп аталады. Орнын басу деген не? Орнын басу деген ол өзгеру емес. Яғни өзгертпей сол қалыпты сақтап тұру үшін бізге не керек екен? Бізге есімдік керек екен. Түсінікті ма? Иә, түсінікті. Сосын тура және ауыспалы мағына түсінікті ма сіздерге? Тура және ауыспалы мағына. Иә, апай, Иә, түсінікті. апай, тура мағынасында қалай қолданатынын. Мысалға, Жақсы. біз деген айтушы едік қой, мысалға бір бас дейтін сөз алатын болсақ, ол тура мағынасында адамның басы деген секілді айтады да, ал ауыспалы мағынада ол жұмыстың басы, мысалға бұлақтың басы деген секілді, иә, солай қолданады. Мысалға, адамның аяғы деген тура мағына болса, ауыспалда мысалға жұмыстың аяғы, істің аяғы деген секілді ғой, иә? Жақсы. Тағы. Ашық дегенді айтқанбыз, иә? Ашық, міне ашық. Иә. Есік. Иә, соны айттық. Иә, тура Иә, ашық аш. Иә. Есікті аша аласыздар, ашып жабасыздар, бірақ сіздердің мінездеріңіз ашылып, жабылып тұрмайды ғой, иә? Мінез деген адамның жалпылама ойын бойында ғой. Сіздің мысалға, денеңізден бір төркін нәрсе деген ашылып, сөз алып жабылып еттік қой, тұрмайды. апай, иә? Төркін, мысалға, Иә. біздің бұрыннан бері, мысалы, қыздың төркіні деп айтылады да, енді өзінің ата-анасы жаңағы қыздың төркіні деп айтылады. Ал ауыспалы мағынада, мысалға, сөздің төркіні былай деп, мысалға, әңгімеге қосады, бұл ауыспалы мағынада. Жақсы, иә? Қыз төркінді үйіне бара алады, иә? Төркініне, ол жерде демалады. Сөз өзінің төркініне барып демалмайды ғой, иә? Солай кішкене логикалық тұрғыдан кішкене былай ойлап жіберсеңіздер, ол түсінікті болады деген ойдамын. Ықпал ма? Ықпал? Иә. Ықпалда ілгерінді ықпал түсінікті, яғни менен кейін жалғанатын қосымша қатарынан не үндіден болу керек дейді ғой, иә? Мысалға, талдар деген сөзді буынға бөлсек, яғни талдар деп бөлеміз да, сол кездегі л әрпі бізде үнді, и дар дегендегі р әрпі бізде үнді. Сонда бұл ілгерінді ықпал болады, иә? Айолым, жақсы, бірақ буын бұл жерде рөл ойнамайды. Бұл жерде түбір мен қосымша рөл ойнайды. Иә? Осыны ұмытпаңыз. Жақсы. Түбір мен қосымша, яғни сіз не дейсіз? Ән деген сөзге жалғанып тұрған немесе әндер деген алайық, иә? Осы секілді немесе күйлер деген болады. Осы жерде күй және оған жалған тұрған лер деген қосымша, осы екеуінің аралығын аласыз. Мысалы, жақсылық деген жалған тұр. Бұны егер буынға бөлетін болсаңыз, сіз жақсы деп бөлесе, мына екеуінің арасында ешқашан ықпал болмайды. Ол ықпал болатын болса, мына лық дегенде олар. Яғни ықпал деген нәрсені көбіне осындай аралықтардан іздеңіздер, жаңа қосындының ішінен. Яғни апай, мен нені шатастырып алатын сияқтымын. Кейінді ықпал мен тоғыспалы ықпалда, бірақ тоғыспалы ықпалда екі қатар келген дыбыста, ал кейінді ықпалда тоже бір-біріне әсер ететін. Керісінше артқы дыбыс алдыға әсер етеді, бұл. Иә, апай, 1, 2, 3 деп түсіндіріп. Одан кейін, мысалы, қ тұрады, қыдан кейін ғы келеді да, мына қыға әсер етеді да, ғы қып жібереді, бітті. Болды. Кеңді мен осындай нәрсе бар. Иә, ернің естуге түсінікті. Басында фонетикалық талдау көп жасаптық қой. Лексика түсінікті ма? Сөз жасам түсінікті ма? Иә, түсінікті. Морфология, зат есім, сын есім, заттану процесі, есімдік, етістік түсінікті ма? Иә, түсінікті. Жақсы, ендеше кеттік істеуге. Біраз реттеліп алайық, сосын сіздермен Алла қаласа қазақ тілі бойынша жұмыс жасаймыз. Осы апта енді қарбалас болады, өйткені сабақтарымыз ауысып жатыр, бір сабақ басталып жатыр деген секілді әртүрлі не бар. Кеттік, енді бізде бүгін жаңа тақырып қалай аталады? Жаңа тақырып. Бізде 9 түрлі сөз табының ішінде біз 5-еуін аяқтадық. Енді бізде қалғаны 4-еу. Үстеуді жек өтеміз. Шылау, одағай, одан кейін еліктеу сөз дегендерді қосып өтеміз. Енді олар оңай. Не себепті екені
сіздер тек қана жаттау арқылы ғана нәтижеге жете аласыздар. Ол жерде шылауда бір басқалар секілді оны тек бөліп жаттайсыздар. Ал енді үстеу деген не нәрсе, иә? Үстеу деген. Мысалы, сын есімді өткен кезде сынын білдіреді, сапасын білдіреді, мөлшерін білдіреді дегенбіз, иә? Зат деген ол мысалы кітап. Зат деген ол қалам, зат деген ол дәптер, зат деген ол дала, зат деген ол тау. Міне осы заттың сынын, сапасын білдіреді деп. Мысалы, биік тау дегенбіз, таудың биік екенін айтады. Немесе сары кітап, кітаптың сары екенін айтады. Сұлу қыз, қыздың сұлу екенін айтады. Домалақ доп, доптың домалақ екенін айтады. Я болмаса ағаш, жасыл ағаш, ағаштың жасыл екенін айтады деп, біз сын есімді тікелей сан есіммен байланыстырған едік, иә, заттың сынын, сапасын білдіреді деп. Үстеуде дәл сын есім секілді, бірақ бұл тікелей қатысты неге? Іс-әрекетке қатысты. Сын есім көбіне бізде зат есімнің алдында келсе, үстеу көбіне бізде етістікпен қатарласып қолданылады. Үстеу деген не? Сонда іс-әрекет, яғни кез келген бір қимылдың мезгілін көрсетеді, мекенін көрсетеді, мөлшерін, яғни ол іс-әрекет, мысалы, зат қандай түсті, заттың көлемі қандай, зат пішіні қандай, ол үлкен ба деген сияқты сондай дүниелерге біз сын есім арқылы жауап береді. Ал енді үстеуде не істейміз? Іс-әрекет қалай орындалды? Ол қашан болды? Немесе қай жерде болды? Алматыда болды ма, Нарынқолда болды ма, жоқ, басқа жерде ме? Мысалы, иә, ол жерде енді өзіне тән сөздер бар, көбіне оқушылар сол пысықтауыш есебінде шатастырады. Қазір сол нәрселерге тоқталамыз. Яғни үстеу деген іс-әрекеттің мезгілін көрсетеді, мекенін көрсетеді, сын қимылын көрсетеді, мөлшерін көрсетеді, немесе қандай мақсатпен орындалғанын көрсетеді деген секілді. Яғни бізде үстеу деген етістікпен, іс-әрекетпен, қимылмен қатар қолданылатын сөз табы. Үстеу бізде жіктеледі, дара және күрделі болып. Үстеудің өзіне тән сөздері бар, қыздар. Үстеудің өзіне тән сөздері бар. Көп оқушы былай ойлайды. Мен қазір мына жерге зат есім, сын есім, сан есім секілді үстеудің сұрақтары мыналар деп алдыларыңызға шығарып беретін болсам, сіздер сол сұраққа жауап берген кез келген сөзді үстеу деп ойлайсыздар. Олай емес. Мысалы, қайда деген сұраққа жауап береді, қайда деген сұраққа жауап береді деп үстеуді айтатын болсам, Алматыда деймін, қараңыздар. Бұл да қайда деген сұраққа жауап береді. Бірақ Алматы деген үстеу ма? Қалай ойлайсыздар? Жоқ, үстеу емес, ол етістікке ғой. Үстеу емес. Алматыда деген, Алматы деген не? Алматы деген ол бізде Қала бұл. зат есім. Зат есім, иә. Сөйлеп деп пысықтауыштың қызметін атқара береді. Енді қараңыздар, үстеу деген етістік болу керек деген жоқпын мен. Үстеу етістіктің алдында келеді дедім көп жағдайда. Яғни ол мысалы барды, қашан барды? Кеше барды. Ол шықты, қайда шықты? Жоғары шықты. Ол ойнады, ол қашан ойнады? Таң атқанша ойнады деген секілді. Көрдіңіздер ма? Үстеудің өзіне тән сөздер болады. Үстеу етістіктен жасалады деген жоқпын. Анау сын есім, зат есімнің алдында қалай келеді? Сұлу, қыз, мысалы, сұлу деген сын есім, қыз деген зат есім. Дәл сол секілді үстеуде әрдайым көп жағдайда ненің? Етістіктің алдында келеді. Өйткені ол үстеу етістікке тікелей байланысты сөз табы. Сонда етістік келді. Ол қашан келді? Кеше келді. Ол келді. Қашан келді? Бүгін келді. Ол қуанды. Ол қалай қуанды? Балаша қуанды деген секілді. Көрдіңіздер ме? Сонда үстеу деген көбіне етістіктің алдында келетін сөз табы екен. Етістіктен жасалады демедім, жақсылап естеріңізді сақтаңыз. Үстеудің бізде екі түрі бар, және дара және күрделі деген. Дара, әу бастан білесіздер, бір ғана түбірден тұрады. Күрделі дегеніміз ол бізде не істейді? Екі түбірдің бірігуі, тіркесуі, қосарлануы арқылы жасалады. Үстеу басқа сөз таптарының қатысы арқылы жасала береді. Ол қалай, яғни түбірі басқа сөз табынан болып, оған жұрнақтың жалғануы арқылы бізде үстеу туындай береді. Бірақ үстеудің өзіне тән сұрақтар бар. Ерте, мысалы. Ерте келді. Олар қашан келді? Ерте келді. Тез келді. Олар қалай келді?
тез келді. Өткенде келген, олар қашан келген? Өткенде келген. Балаша мәз болды. Ол қалай мәз болды? Балаша. Күрделі. Қараңыздар, жазды күні, қысы күні. Істің күні деген екі сөздің кірге бірігу арқылы жасалып, бізде не пайда болып тұр? Үстеу пайда болып тұр. Ол қашан далаға сырғанақ ойнады? Қысты күні. Таң атқанша ойнады. Ол қашан ойнады? Таң атқанша ойнады. Аяқ астынан келді. Олар қалай келіп қалды? Аяқ астынан келіп қалды. Бетпе-бет кездесті. Олар қалай кездесті? Бетпе-бет кездесті. Шатастырмайыңыз, үстеу басқа сөз таптарынан туындайды. Басқа сөз таптарынан туындайды. Әрдайым етістіктің алдында келеді көп жағдайда. Және үстеудің өзіне тән сөздері бар. Яғни, қайда деген сұрақ үстеудікі, ол дұрыс. Бірақ қайда деген сұраққа жауап берген кез келген сөз үстеу бола алмайды. Түсінікті ма? Иә, түсінікті. Енді кеттік, келесі үстеуге тән нәрсе, ол негізгі және туындылық. Яғни, үстеу өзінің негізгі үстеулері қандай болады, және басқа сөз таптарынан туындайтын үстеулер қандай болады. Білесіздер, біз осы уақытқа дейін туынды сөздерді тек қана сөз тудырушы жинақ арқылы ғана жасап жүредік, иә? Мысалы, жақсылық, жақсы деген етістікке, жақсы деген сын есімге лық деген жұрнақтың, сөз тудырушы жұрнақтың жалғану арқылы ғана зат есім туындайды. Ақыл деген зат есімге д деген жұрнақтың жалғануы арқылы ғана бізде сын есім туындайды. Яғни бізде негізгі рөлді атқаратын не болатын еді? Жұрнақ болатын еді, иә? Жұрнақ. Сөз тудырушы жұрнақ арқылы туынды сөз табы туындайды. Туынды сөз. Ал үстеуде бар туынды сөз жалғау арқылы да туындайды. Көрдіңіздер ме? Біз осы уақытқа дейін жалғау арқылы, соның ішінде септік жалғау арқылы жаңа сөз туындатпаған едік. Бірақ үстеудің өзіне тән ерекшелігі бар. Ол септіктердің көнеленуі арқылы үстеудің туындауы. Енді қараңыздар, негізгі үстеу деген бар, яғни бөлшектеуге келмейтін бір қалпындағы үстеу екен. Ол шапшаң. Ол қалай қимылдады? Шапшаң. Яғни көп оқушы шатастырады, шапшаң сын есіммен осы жерде үстеуді. Шапшаң, жоғары, жылдам дегендерді. Жылдам адам деп айтпаймыз біз. Жылдам қозғалды дейміз. Өйткені жылдамдық деген ол неге тән? Іс-әрекетке тән нәрсе. Іс-әрекетке тән нәрсе. Шапшаң қозғалды. Көрдіңіздер ма? Шапшаң, жоғары, кеш, жылдам дегеннің барлығы бізде негізгі үстеуге жатады екен. Ал енді туынды үстеу деген бар, ол белгілі бір сөз табындағы сөздерге шаше, лайвей, дайзей, дайын дейін, шама-шалық, майынша, мейінше деген жұрнақтардың жалғануы арқылы жасалады. Мысалы, бала деген зат есімге ша деген жұрнақтың жалғануы арқылы балаша. Ол қалай мәз болды? Ол балаша мәз болды. Немесе ол тоты дайын таранып дейміз, иә? Тоты дайын таранып, сұңқар дайын деп әдебиетте бар. Сонда сол тоты дайын дегеннің өзі, тоты деген зат есімнен дайын деген жұрнақтың жалғану арқылы үстеу туындап тұр. Сол, анау, мынау деген есімдік бар. Соның ішінде сол деген есімдікке шама, шалық деген жұрнақтардың жалғану арқылы соншама, соншалық деген үстеулер туындап жатыр. Немесе майынша, мейінше. Ол сөйлеспейінше мен кетпеймін. Немесе мен ол оқымайынша бармаймын. Мен қалай бармаймын? Ол оқымайынша бармаймын. Ол сөйлеспейінше мен кетпеймін, күреспейінше, жүгірмейінше, отырмайынша, ана тамақ ішпейінше мен істемеймін десе, бұның барлығы үстеу. Сонда туынды үстеуді тудыратын жұрнақтар осылар екен. Ал енді барыс, жатыс, шығыс және көмектес тетіктерінің көнеленуі арқылы үстеудің жасалуы. Яғни үстеу қалай жасалады? Қалай ойлайсыздар? Барыс, жатыс, шығыс, көмектес тетік. Көнеленген кезде олар қалай жалғанады?
иә қыздар, барыс, жатыс, шығыс, көмектес септіктерінің күнеленуі дегенді қалай түсінесіздер? Апай, осы мысалы жоғары деген сөзді алсақ, сосын бар септігін ға, ге деген бар ғой жұрнаға. Соны бірге қоссақ, жоғарыға көтерілді дегенде солай шығар ма сонда? Дұрыс па сол? Сол үстеудің өзінен үстеу туындап тұр ғой. Ал басқа сөз таптарынан қалай туындатамыз? Жақсы, ол да дұрыс. Жоғарыға қарады, қайда қарады? Жоғарыға дейміз, иә? Ол жерде бірақ ға бәрібір талданған кезде жоғары үстеу, ға барыс септігі деп талдаймыз. Ал мыналардың сіңісіп кетуі деген кезде біз оларды бірден үстеу деп аламыз. Жақсы. Ал Үйге келді десе бола ма? ал Үйге келді десе бола ма? үйге келді. Жарайды, қайсысы үстеу айтыңызшы? Үйге деген қайда? Үйге деген үстеу ма? Бар септігі Үйге келді, дұрыс. Қараңыздар, үйге келді деген қайда келді? Үйге келді дейміз, бірақ түбіріне мән беріңіздерші. Оны таптыңыз ғой, біз үй зат есім, үй бар септігі. Бұл пысықтауыш бола алады, бірақ ол үстеу бола алмайды ешқашан. Осыны шатастырмаңыздар. Уақытым босқа кетті дейміз. Немесе ол зорға жетті дейміз. Бос деген сөзге қа деген бар септігінің жалғауының көнеленіп сіңісуі арқылы бізде не үстеу туындап тұр. Бекерге, ертеңге, зорға дегеннің барлығы бар септігінің көнеленуі. Біз мынаны босқа кетті деген кезде зорға жетті, олар қалай жетті, қалай кетті деген сұрақ қоямыз. Көрдіңіздер ма? Қалай деген үстеудің сұрағын қоямыз. Жат септігінің көнеленуі деген кезде біз не істейміз? Да, де, та, те, жаңағы өткен деген, өткен кеткен, кім, өткен оқиға, қандай оқиға деп айтамыз. Осыған өткенде десек, қашан деген не туындайды? Үстеу туындайды. Байқаусызда орындады. Байқаусызда орындады. Олар қалай орындады? Байқаусызда дейміз. Сол жерде байқаусыз деген сөзге да деген жат септігінің сіңісіп көнеленуі арқылы бізде не туындап тұр? Үстеу туындап тұр екен. Шығыс септігінің көнеленуі деген бар. Шығыс септігінің көнеленуі мысалы шалқасынан жатты. Шалқа деген сөз бар ғой. Шалқа. Шалқасы. Осыған нан деген жалғанды да, бұл да бізде не істеді? Көнелену арқылы туынды үстеу туындата алды. Немесе ол жаңағы басшының алдына кезекпен кірді. Қалай кірді? Кезекпен кірді. Енді қыздар, мына нәрсе ғой, апай бұнда қалай, бұл ға, ге, қаке бәріне жалғана береді ғой дейтін шығарсыздар. Бірақ шындап келгенде, дәл осылай пен дегенді жалғаңыздар, көмектес септігін анаммен десе, сіздер анаммен дегенге қалай деген сұрақ қоясыздар ма? Жеке алған кезде. Жоқ. Жоқ. Көрдіңіздер ма? Бұл жердегі айырмашылық оның сөйлемдегі қызметі емес. Зорға дегеннің өзін жеке алсаңыздар, қалай деген сұрақ қоясыздар. Мынаны жеке алғанда. Яғни бұл үстеуді ажырату үшін сөйлемнің ішіндегі қызметіне қарамаңыздар. Үстеу деген нәрсені жеке аласыздар ғой. Мысалы, қараңыздар, мен мына жерде мына үй деген зат есім ретінде алған кезде, үй деген не деген сұраққа жауап береді жеке сөз ретінде. Ал сөйлемнің ішінде үйге десем, бұл қайда деген сұраққа жауап беріп кете береді. Мына үй деген мына жерде зат есім, мынаның ішінде үстеу болып кетпейді. Ол тек қана бар септігінің жалғануы арқылы пысықтауыштың қызметін атқарып, қайда деген сұраққа жауап беріп тұр дейсіз. Дәл сол секілді үстеуде солай болады. Үстеу жеке алған кезде, мысалы, зорға деген, қалай деген сұраққа жауап берді, міне, сыртында. Дәл солай сөйлемнің ішінде де қандай сұраққа жауап береді, ол маңызды емес. Маңыздысы бұның үстеу болуында шарт бар, ол сөйлемнің ішіндегі сұрағы емес, жеке тұрғанда үстеудің сұрағына жауап беруі. Түсінікті ма? Қыздар, түсінікті. Ертең сұрасам, ештеңе білмей отырмайсыздар ма? Сонда
көнелену арқылы жасалу деген ол барыс, жатыр, шығыс, көмектес септігі кез келген сөзге жалғана береді. Жатыс септігі мысалы де, үйде деп те алсақ болады, немесе қалада дей салсақ та болады, иә, мысал ретінде. Бірақ қала деген сөзді жеке алған кезде ол қайда деген сұраққа жауап бермейді, не деген сұраққа жауап береді. Ол тек сөйлемнің ішінде ғана не істейді? Қайда деген сұраққа жауап береді. Бұл жердегі маңызды нәрсе, үстеуді ажыратудағы ең маңызды нәрсе бар. Ол сөйлемнің ішіндегі қызметі емес, сөздің жеке өзінің тұрған кездегі қалай, қайда, қанша, неше деген секілді, немесе қашан, қайда деген сияқты сұрақтарға жеке тұрған кезде жауап беруі екен. Жауап беруі екен. Енді қараңыздар, мен мына жерге бір сөз жасайын, иә? Түсінікті болу үшін. Қазір төрт сөйлемдегі үстеуді тауып беріңіздерші. Апай, бірінші сөйлемде ертеңі бітпес деген, яғни бітпес деген не істеді? Бітпес етістікті, и оның алдында ертең қашан деген сұраққа жауап береді, ертең деген үстеу болады. Ертең деген жаңағы мезгіл болмайды ма? Мезгілде қашаннан деген сұрақтар болады. Иә, қашан, ертең үстеудің сұрақтары. Иә, қашаннан деген екі сұрақ болады. Одан кейін бұл жиынға соншама көп адам жиналды, не істеді жиналды, соншама. Мөлшер, соншама деген андай мөлшерге барады. Мағынасына қарай мөлшер болады ғой. Иә, соншама үстеу. Амалсыздан деген. Ол амалсыздан қалаға қайтын сетқа қайта, амалсыздан, иә. Амалсыз. Амалсыздан сын бейне, апай, сын бейне дұрыс па? Амалсыздан. Ол бізде сын бейнеге жатпай ма? Одан кейін сын бейненің үш сұрағы бар. Қалай, қалайша, сосын қайтып деген. Қалай, амалсыздан қайтып, амалсыз қайтып па? Қайтып, қалайша, қалай деген үш сұрақ. Айтуының себеп салдар болады, қыздар. Жақсылар. Амалсыз деген. Қазір біз үстеудің мағынасы боламызда, қараңыздаршы қыздар, бұл жердегі маңызды нәрсе бар үстеуде. Көп оқушы шатастырады, тек қана сіздерге берілетін нәрсе. Ең бірінші нәрсе, сіздер үстеудің мағыналық жеті түрін жатқа біліңіздер. Ең бірінші айтылатын нәрсе. Оны қалай жатқа білесіздер? Бірінші 4 деп жаттайды: мақсат, мезгіл, мөлшер және мекен деп жаттайсыздар. Одан кейін сипаттар, қимыл, сын, күшейткіш деген бар. Сол үстеулерді жаттап аласыздар, болды. Ары қарай жаңа дара, күрделі, негізгі, туынды дегенді сол сөздерден ақ іштей жіктеп аласыздар. Сіздерге ең көп келетін үстеудің несі? Ол мағыналық түрлері. Ең көп келетін мезгіл үстеуді көрсет, немесе сақтауыш қызметін атқарып тұрған сын қимыл үстеуді көрсет деген секілді сұрақтар келеді. Сондықтан сол нәрселерге баса назар аудару керек. Апай, анау күшейту де бар емес па? Үш сұраққа жауап береді, ол да, иә, андай. Қандай, сосын қалай деген, сосын қайтып деген, ол да үш сұраққа солай жауап береді, иә, күшейту деген. Көбіне былай жаттап алайықшы. Үстеудің жалпылама сұрағы қалай?
ең негізгі сұрағы енді мезгілге қашан, мекенге қайда деген сияқты сұрақ қоярсыздар. Одан кейін мақсатқа не мақсатпен, не себепті, не мақсатпен деп қоярсыздар. Бірақ негізінен істеудің ең басты сұрағы қалай, бітті. Сол қалай деген сұрақты жаттап алыңыздар, болды. Сол ғана. Тіпті мына жерде бір мезгілді білдіретін сөз тұрған, істеу тұрғанның өзінде қалай деген сұраққа жауап беріп кете береді. Сөйлемнің ішінде де Алла қаласа бұл істеудің сұрақтары бізде пысықтауыштың сұрағы болып есептеледі ғой. Сол жерде де ең басты сұрақ ретінде бізде не жүреді, қалай деген сұрақ жүреді. Істеудің ең басты сұрағы қалай. Ол не мақсатпен істеді және қалай істеді. Осы екі нәрсе бар. Ол мысалы әдейі айтты. Оның айтуында мақсат бар, иә? Әдейі айтты. Біз не мақсатпен айтты десек, әдейі айтты дейміз, немесе ол қалай айтты, әдейі айтты. Көрдіңіз ба? Немесе ол мүлдем жүре алмады. Ол қалай жүре алмады дейміз. Мүлдем қозғала алмады, немесе жүре алмады. Немесе тағы бір осыншама, соншама дегенде халық қалай жиналды, соншама деген секілді сұрақтарды қойғанбыз. Яғни бұл жерде істеудегі ең басты сұрақ ол қалай. Енді әрбір мағыналық түріне тән өзіндік сұрақтары бар, бірақ соның ішінде істеудің ең негізгі өзіне тәні ол қалай деген сұрақ. Әрқайсында 3-4 сұрақ жаттаудың қажеті жоқ. Маңыздысы сол жаңағы мезгілге, сын қимылға, мөлшерге қайсы жатады. Соны жақсылап жаттап алсаңыздар жеткілікті. Түсінікті ма? Иә, түсінікті. Бұл жерде бұл қазір бір қиын сияқты, бір-бірімен араласып тұрған сияқты, мынау да түсініксіз сияқты болуы мүмкін. Тек қана сіздерге керек енді ең басты нәрсе не? Сіздерге керекті Сіздерге керекті ең басты нәрсе ол істеуді мағыналық жағынан жаттап алу. Қазір біз мағыналық түріне тоқталамыз. Оны интернеттен, мектеп оқулығынан берілген мысалдарды аласыздар да, не істейсіздер? Аласыздар да сол бойынша жаттайсыздар. Маңызды нәрсе бұл жерде қайсының нені білдіретінін білулеріңіз, анау мөлшермен сан есімді шатастырмауларыңыз. Дәл сол секілді бізде жоғары төмен деген сияқты белгілі бір мекенді білдіретін сөздер бар. Немесе біреудің шапшаң тез қимылдауы ол сын қимылға жатады. Сонымен сын есімді шатастырмауларыңыз. Өйткені біздер бітті, қанша деген сұраққа жауап берді ма? Болды. Все, ол бітті, сан есім деген түсінік қалыптасып қалған. Жоқ, қанша деген сұраққа жауап беретін басқа сөз табы да бар. Бірақ ол жердегі маңызды нәрсе бар. Сан есім деген сан, ал істеу деген ол кәдімгі сөзден тұрады деген секілді. Сондай ережелерді сіздерге сақтау керек. Барынша тек қана жаттайсыздар. Енді істеудің мағыналық түрі. Бізде істеудің мағыналық түрі, қазір слайдты ауыстырайын. Жетеу. Ең маңыздысы бізде деп 4 қылып жаттайды оқушылар. Ең бірінші осыған тоқталамыз. Мекен, мезгіл, мақсат және мөлшер. Осылардың айырмашылығын қазір түсінетін боламыз. Бұларда қандай айырмашылық бар? Бір-бірінен біз не істейміз? Қалай ажыратамыз. Ең басты нәрсе бізде сол. Енді қараңыздар, бұл істеу деген нәрсе тікелей іс-әрекетпен бірге жүреді дедік, іс-әрекеттің алдында. Сонда анау сын есім заттың сынын, сапасын деген сияқты білдірсе, бұл істеу істелген іс-әрекеттің қашан болғанын, қайда болғанын, немесе қалай орындалған оның, немесе ол іс-әрекетті ол қандай мақсатта істеді, я болмаса ол орындалған іс-әрекеттің мөлшері қандай деген секілді өзіндік дүниелері бар. Мысалы, қараңыздаршы, істейсіз, бір нәрсені істейсіз, немесе бір нәрсені жасайсыз, отырасыз, немесе халықты сынайсыз. Сонда немесе белгілі бір мақсат болады, я болмаса белгілі бір қимыл қозғалыс бар. Мысалы, тез қимылдады деп айта аласыз, адам тез қимылдады. Тез деген сөз ол қимылдады, тез отырды, тез жүрді, тез сөйледі деген секілді етістікпен тікелей байланысты. Тез адам деп айта аласыздар ма? Жоқ, Айта алмаймыз. Жақсы. Көрдіңіздер ма? Сонда істеудің байланысы деген осы нәрсе. Мысалы, қараңыздар. Мекен, жоғары шықты. Ол да белгілі бір мекен деген міндетті түрде бір қаланы білдіру емес,
ол белгілі бір орынды білдірсе болды. Мекен мысалы жоғары шықты дейміз, жоғары шықты. Я болмаса төмен түсті деп айтамыз, жоғары, төмен. Я болмаса тағы бір мекенге жататын өзіндік сөздер бар. Мысалы олар не істеді? Ілгері жылжыды дейміз. Ілгері, қараңыздар. Ілгері жылжыды дейміз. Дәл осыны ілгері адам деп айта алмаймыз, көрдіңіздер ма? Немесе ілгері қыз, ілгері жігіт деген сияқты қолдана алмаймыз. Дәл сол секілді мезгіл. Мысалы мен бүйтіп айта аламын. Кеше келді деймін, кеше келді. Ертең кетеді деймін. Енді осыны қараңыздар. Мен кеше бала, ертең тау деп қолдана алмайды. Мына екеуінде мүлдем байланыс болмай қалады, көрдіңіздер ма? Кеше келді толық мағынаны білдіре алады. Сонда бізде не бар екен? Сонда бізде көбіне істеу ол етістікпен тікелей байланысты сөз табы екендігінде. Ең бірінші біз мекеннен бастаймыз. Ол мекен деген белгілі бір орынды білдіру. Белгілі бір орынды білдіру. Қайда, қайдан, қалай деген сұрақтарға жауап береді. Ілгері қозғалды, жоғары шықты, немесе жоғарыдан түсті деген секілді. Яғни ол белгілі бір нақты. Ау? Мекеннің сұрағын қайталап жібересіз бе? Қайда, қайдан, қалай қарай. Олар жоғары қарай кетті десек болады. Олар ілгері қарай жылжыды дейміз. Немесе олар ілгері отырды десек те болады. Сонда мекен істеу деген іс-әрекеттің орнын білдіреді. Ол жерде маңызды нәрсе местоположение емес, нақты бір тура Алматы, міне Астана, міне Талдықорған деген нәрсе емес. Бұл жерде жалпылама сол іс-әрекетке қатысты орынды мекенді білдіре алу. Келесі ол бізде мезгіл. Мезгіл деген не нәрсе? Уақыт. Яғни қашан, қашаннан бері. Мысалы, таңертең, ертең, немесе бүгін, немесе ала жаздай олар ойнады. Бұл да уақытты білдіреді, көрдіңіздер. Ала жаздай, немесе ол не істеді? Сіздер күні түні дайындаласыздар, күні түні ұбытуға дайындалды. Бұның барлығы мезгіл. Яғни ол таңертең оқыды. Қашан оқыды? Таңертең. Ертең келеді, ол қашан келеді? Қашан деген. Яғни қашан, қашаннан деген сұрақтарға жауап берсе, ол бізде мезгіл істеу. Таңертең, ертең, бүгін. Ала жаздай ойнады. Қашан ойнады? Ала жаздай ойнады. Күні түні оқыды. Ол қашан оқыды? Күні түні оқыды. Келесі бізде МММ дегеннің үшінші бір түрі ол мақсат. Яғни белгілі бір іс-әрекетті мақсатпен істеу. Мақсатпен істеу. Ол әдейі, қасақана, жорта деген үш сөз бар кәдімгі. Әдейі, жаттап аласыздар, өзіне ғана тән, қасақана, яғни біреу әдейі, сосын жорта. Ол әдейі істеді. Ол қасақана жасады. Яғни ол жерде мақсат бар, ол әдейі істеуінде де әу баста бір мақсат қояды да, сол мақсатқа жету үшін ол нәрсені істейді. Ол қасақана істеді. Ол жерде де қасақана істеу деген нәрседе де әу баста бір мақсат бар. Жорта. Аң жортады ғой, аң жортып жүреді. Ол жортқан кезде де өзіндік бір мақсаты болады. Ол жайдан жай бүкіл ен даланы кезіп, өзінен өзі жортып жүрмейді. Яғни мақсат істеу деген нәрсе не мақсатпен, қалай деген сұраққа жауап береді. Орындалып жатқан іс-әрекет бар ғой, соның мақсатын көрсетеді. Әдейі, қасақана, жорта, осы сөздерді жақсылап жаттап алсаңыздар жеткілікті. Енді мөлшер, қанша деген, неше деген сұрақтарға жауап береді. Бірақ 1, 2, 3 дегендер ол сан. Біліңіздер, бұл халықаралық бекітілген сандар. Олар тек сан есімге жатады. Яғни қанша, неше деген сұраққа жауап береді, ол бітті сан есім деген нәрсе болмасын. 1, 2, 3 деп анау миллион, триллион дегенге дейін кете беретінің барлығы ол сан. Ол сан есім. Ал енді мөлшер деген бар. Мөлшер деген нені көрсетеді? Мөлшер деген едәуір көп. Едәуір деген секілді. Бір шама адам жиналыпты, немесе не десек болады, сонша жүк жиналыпты деген секілді. Яғни бұл жерде не істеу керек? Мөлшерді сан есіммен шатастырмауы керек. Бұларда қанша адам жиналыпты? Едәуір адам жиналыпты. Бір шама. Яғни бұл жерде нақты сан жоқ.
бұл шамамен не істейді екен? Шамамен көрсетеді екен. Мөлшер деген сонда істеліп жатқан іс-әрекеттің мөлшерін, яғни оның бір көлемін білдіреді екен. Келесі нәрсе бар, осы үстеудің ішінде ол келесі бір түрі бізде қалғаны 3 түр. Сын қимыл, күшейткіш және себеп салдар. Бұл жерде не айтылады? Ең бірінші неден бастаймыз? Ең бірінші біз бастаймыз сын қимылдан басталады. Сын қимыл қалай деген сұраққа жауап береді. Яғни бұл жерде іс-әрекет орындалады. Сол іс-әрекеттің сыртында, мысалы қараңыз, ол келе жатқанымен қоймай, оның қол дірілдеп келе жатады. Яғни екі түрлі іс-әрекет. Бір нәрсе істеп келе жатады, бірақ сонымен қоса не істейді? Екінші бір оқиға орын алып келе жатады. Ол жүгіреді және сын қимылға жатады. Бізде көбіне қайсы жатады? Ақырын деген нәрсе. Ол жүреді, жай жүрмейді, ақырын жүреді. Ол қозғалады, ол қалай қозғалады? Ол ақырын қозғалады. Ол мәз болып, мейрам болып күліп отыр. Соның ішінде тағы бір іс-әрекет бар. Оның анау кішкентай бала сияқты балаша мәз болып отырғаны. Немесе тотыдайын таранды дейді. Ол таранып отыр. Бір жағынан оның таранғаны тотыға ұқсап отыр дейді. Яғни сын қимыл үстеуі деген іс-әрекет орындалады. Сонымен қатар ол іс-әрекеттің өзіндік сын бейнесі. Яғни ол жүреді, жүргенімен қоса тағы бір іс-әрекет орын алады. Яғни оның жүргенінің өзінде де ақырын жүруі, оның тұрғанның өзінде де ақырын тұруы, немесе ол келеді, бірақ бекерден бекер келіп қалады екен. Ол мәз болады, ол қуанады, бірақ соның ішінде де тағы бір іс-әрекет бар, оның ішінде де тағы бір тоқталатын дүние бар, оның кескін келбетінде, оның жүрісінде, оның мысалы балаша мәз болуы деген секілді. Одан кейін келесі нәрсе бізде күшейткіш үстеу. Күшейткіш үстеу деген ол сол анау аса тым, кілең, өте деген секілді. Яғни аса мықты, өте салмақты, тым биік, кілең, жаңағы кіл мықты деп айтып жатамыз. Яғни сол аса, өте, кіл деген сияқтылардың барлығы бізде күшейткіш. Яғни бір нәрсені күшейтіп жеткізу. Жай ғана мықты емес, тым мықты. Жай ғана бір терең жер емес, аса терең жер деп айтамыз. Немесе жай ғана биік емес, ең биік тауына шықтым. Немесе жай ғана жүйрік емес, кіл жүйрік деп айтады. Осының барлығы күшейткіш үстеуге жатады екен. Одан кейін себеп салдардың өзіне жататын айналдырған 4-5 сөзі бар. Құр босқа, лажсыздан, амалсыздан, бекерге, одан кейін құр босқаны айттым, шарасыздан деген. Міне осы сөздер бізде себеп салдар. Яғни оның іс-әрекетті істеп жатуында да бір себеп бар. Яғни ол қандай да бір немен іс-әрекеттің белгілі бір себебінің болуы. Шарасыздан бекерге, құр босқа, лажсыздан, амалсыздан орындады, бекерге жүрді, шарасыздан келді деген секілді осының барлығы бізде себеп салғысқа жатады. Сонда бізде мезгіл бүгін, былтыр, биыл, таңертең, күндіз, бағана, ала жаздай, тағы не? Қазір, кеше, күні түні дегеннің барлығы мезгілге жатады екен. Ал мекенге кейін, алдыға, артқа, жоғары, төмен, тысқары, ілгері, кейін дегеннің барлығы. Одан кейін бізде сын қимыл бар. Тез, жылдам, әрең. Мысалы қараңыздар, тез, жылдам, ол әрең қозғалып барады. Сонымен қатар ол әрең. Бұлбұлша сайрайды. Ол ән айтып сайрап тұр. Сонымен қатар оның сайрағаны неге ұқсайды? Бұлбұлға ұқсайды деген секілді. Одан кейін мөлшер бір шама, әжептәуір, неғұрлым, мұншама, соншама дегендер. Күшейткіш тым, өте, тіпті, ең, жаңағы кілең, кіл дегендер, немесе әбден, нағыз дегеннің барлығы осы күшейткішке. Ал мақсат ол қасақана, әдейі, жорта білгендер. Ал себеп салдар құр босқа, амалсыздан, жаңағы біз айтқан шарасыздан, лажсыздан, бекерден бекер, бостан босқа деген секілді сөздер бізде неге жатады? Себеп салдар үстеуге жатады. Мектеп оқулығын ашасыздар. Мектеп оқулығында үстеу деген тақырып бар. Сол жерде әр үстеуді мағыналық түрге жіктеген
жетінші сыныптың оқулығында бар қазақ тілінде, соларды жазып алып жаттайсыздар. Кәдімгідей жазып алып жүріп, өйткені үстеуді тек солай жаттап алмасаңыздар, енді басқа сөз таптарынан да туындайды, жаңағы жұрнақтарды жаттап аласыздар, сосын үстеу туындаған шумды үстеу десе сол жұрнақтарды іздейсіздер бірден, ал қалған уақытта үстеуді осы мағыналық түрі бойынша жаттап аласыздар. Сұрақ бар ма? Жоқ, апай түсінікті. Апай, бұл да анау не сияқты ғой, есімдіктің 7 мағыналық түрі бар ғой, тура сол сияқты ғой, иә. Дәл сол Жаттап секілді, иә. Жаттайсыз. Жалпылау, сұрау деген секілді тура солар. Ал енді Жақсы. үстеу қандай сөйлем мүшелерінің қызметін атқаруы мүмкін? Етістік, бірінші. Ой, баяндауыш дегенді. Шынымен, иә. Апай барлығын атқаратын сияқты, иә. Андай барыс септік, сосын батыс. Пысықтауыш так белгілі, баяндауыш онсыз да белгілі, тоқтаушы. Ал бәріміз бірге 5 сөйлем мысалға келтіріп жіберейік, бізде 3 минуттай уақыт бар. Үстеуге апай. Пыстауыш бойынша. Пыстауыш қызметіндегі үстеу. Мысалғы, ол ауылға әрең жетті. Әрең жетті. Жақсы. Не істеді жетті баяндауыш? Әрең деген бізде үстеу болады, е? Қалай жетті? Қандай сөйлем мүшесі атқарады? Баяндауыш. Жетті, жеткен кім? Ол қалай жетті деп тұрсыз. Ой, бастауыш. Пысықтауыштың қызмет атқаратын қызы. Қалай пысықтауыш. Кеттік, келесі сөйлем. Кеше ғана қаладан келдік десек. Кеше ғана қаладан келдік. Ол жерде қандай сөйлем мүшесінің қызметін атқарады? Пысықтауыш. Пысықтауыш. Қашан деп сұрақ қоямыз ғой, белгілі бір мезгілді көрсетеді. Ойланайық. Бастауыштың қызметіне қандай мысал келтіреміз? Ол төмен кетті. Ол қайда кетті, ол төмен кетті, ол жерде пысықтауыш қызметі болады. Пысықтауыштарды естеріңізге түсіріп сөйлемге қолданыңыздар. Иә. Так. Жылдам жүгіретіндер келді. Келген кім? Жылдам жүгіретіндер. Жақсы, Аймира, бастауыш қызметіне алуға болады. Мен сіздерге мынандай мысал келтірдім ғой. Ертеңі бітпес. Бітпейтін не? Бітпейтін ертеңі. Бастауыштың қызметінде тұрып қараңыздар. Мектебімізге кіл мықтылар немесе кіл мықтылар жиналды дейік. Жиналған кім? Мықтылар. Қандай мықтылар? Кіл мықтылар. Кіл деген бізде күшейткіш үстеу де тұр. Қыздар, ендеше бірінші үстеуді мағыналық түр бойынша жасайсыздар. Одан кейін сол мағыналық түр бойынша танысқан үстеулеріңізді жіктеңіздер. Дара күрделі негізгі туынды деп. Жақсы ма? Өздеріңіз топқа.
Сосын барып сол әрбір 7 мағыналық түрінің әрқайсының бастауыш қызметі, баяндауыш қызметі деген секілді барынша жазалғандарыңызша сөйлем мысалға жазасыздар. Жақсы ма? Иә, Иә, жақсы апай. Басқа сұрақ бар ма? жоқ апай. Апай, анау менде бар, менде бар апай. Анау Ау? істеудің жасалу жолдары деген бар емес па? Сосын анау істеудің жасайтын қосымшалар деген андай 9 қосымша бар емес па, иә? Иә. Ой, қыздар қараңыздар, шынын жаттап алыңыздар, жеткілікті. Жаңа мен сіздерге көрсеттім ғой. Шаше, лайлей, дайдей, дайындейін, шегін, шама-шалық, майынша, мейінше деген. Осы істеуді жасаушы жұмақтар. Ал мынау барыс, жатыр, шығыс тетіктерінің көнеленуі. Яғни қараңыздар, ол көнелену деген не нәрсе? Белгілі бір кезеңдерде сол жаңа біз адамға деген талдаймыз ғой, адам түбір барыс септігі деп солай болып жүрген да, бірақ кейіннен сол сөздің құрамына сіңісіп кетіп істеу болып кеткен ғой. Осын жаттап аласыздар, болды. Сұрақ бар ма басқа қыздар? Жоқ, басқа түсінікті барлығы апай. Рахмет. Аружан апайларыңыздан тағы бір сұрап аласыздар, тағы бір оқисыздар, қарайсыздар. Одан кейін барып сұрақ туындаса жазарсыздар. Жақсы, ендеше қыздар, келесі кездескенше аман болыңыздар, сау болыңыздар. Сау болыңыз апай.